Сәлем достар, бүгін мен анама арнап осындай торт дайындаған болатынмын. Мен оның жасалу жолдарын сіздермен бөліскім келіп отыр. Ол үшін 180 грамм құм шекер және де 6 жұмыртқаны салып, миксермен жақсылап араластыруымыз қажет. Ол 2-3 есе ұлғаяды, аппақ масса болуы қажет. Егер сізде мендегідей қолдың миксері болса, шамамен 10-15 минут аралығында осындай биік ақ масса болғанға дейін араластырамыз да, үстіне жарты ұнымызды осылайынан елеуіштің көмегімен өткізіп алып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз, яғни ешқандай комоктар болмауы қажет. Ал енді екінші рет қалған ұнымызды осылайынан щитаның көмегімен өткізіп алып, тағы да ақырын жақсылап араластырып аламыз. Формаға қамырды құяр кезде мен ешқандай май жақпаймын. Бірденен таза ыдысқа құямын, яғни қызып тұрған духовкада 180 градуста 50 минут аралығында пісіремін. Достар, менде форманың диаметрі 24 см. Ал егер сіздерде кішірек болса, онда сіздер жұмыртқаның, ұнның, құмшекердің мөлшерін азайтасыздар. Мен дайын болған бисквитті осылайынан 3 коржға бөлемін. Ал сіздер енді өздеріңіздің қалауыңызға қарай 2-ге бөлсеңіздер болады. Ал енді пропиткасын дайындаймыз. Ол үшін 3 ас қасық құлпынайдың вареньесі, 1 ас қасық құм шекер және де 1 стакан су құйып аламыз да, жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп оны ситадан өткізіп аламыз, сонда артық қоқымдары болмайды. Видеода көрсетілгендей пропитканы осылайынан жасап шығамыз, яғни молынан құя беріңіздер, сонда өте жақсы, жұмсақ, әдемі болып шығады. Мен барлық пропитканы 3 коржыққа құйып шықтым. Кремін дайындауға 600 мг сливке және 100 грамм сахарный пудраны салып, миксермен 2-3 есе ұлғайғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Ал енді тортымызды жинаймыз, оны видеода көрсетілгендей етіп осылайынан жасап шығыңыздар. Тортымызды осылайынан бетін пленкамен жауып қоямыз да, бір түнге немесе 5-6 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Менде бисквит бір түн тұрды. Ал енді тортымызға осылайынан видеода көрсетілгендей етіп, жоғарғы және шеткі жақтарына кремді жағып шығамыз, және де видеода көрсетілгендей етіп, қалауларыңызға қарай әрлеп шығамыз.
Мен глазурь жасап, осылайнан тортымды әрледім. Яғни глазурьді біз 100 грамм шоколадқа 1,5 ас қасық сливки құйып, оны газда жақсылап ертіп аламыз да, осылайнан безендіріп шығамыз. Достар, егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, осы видеоның астына комментарий қалдырсаңыз, өте қуанышты болар едім.